Қостанай Инвест 2023 инвестициялық форум қарсаңында облыс әкімі Құмар Ақсақалов Қазақтелеком акционерлік қоғам басқармасы төрағасы Қуанышбек Исекеевпен кездесу өткізді. Қостанай қаласында 5G ұялы байланысының бірінші кезең іске қосуды жоспарлап отыр. Жұмыс сапар аясында облыс тұрғындарын сапалы интернетпен қамтамасыз ету мақсатында меморандумға қол қойылды. Облыс әкімнің айтуынша цифрландыруды дамыту, оның ішінде жоғары жылдамдықты интернетті енгізу, өнеркәсіптің көптеген салаларында серпіліс жасауға мүмкіндік береді. Қазіргі таңда облыста 300-ге жуық IT компаниялар жұмыс істейді. Былтыр мемлекет қазынасына IT саласынан 1 миллиард теңгедей салық түскен. Очень надеемся на расширение ВОЛС. Бұл біздің өңірде сапалы жоғары жылдамдықты 5G интернетін енгізу бизнес алдында кен мүмкіндіктер ашады және олардың жұмысын өзгертуге мүмкіндік береді. Жаңа буын интернеті озық технологияларды дамытуда жаңа кезең ашады. Сапалы интернет өңірімізге ауадай қажет. Қостанай облысында сапалы байланыс жеткіліксіз 517 елді мекен бар. Инвесторлардың арқасында Жангелді ауданында байланысты жақсарту мақсатында альтернативті жоба жасалған болатын. Соның арқасында ауданда байланыс жылдамдығы 30 мегабитке жеткен, ал қала тұрғындары 10-15 мегабитке дейін интернет пайдаланады. Қазақтелекомға байланысты бүгін Жаңақала шағын ауданында толықтай оптика жүргіздік. Қала орталығында жаңа оптиканы ауыстыруға еш қиындық туындап тұрған жоқ. Жылдағы мәселе алыс шалғайда орналасқан елді мекендер. Оған арнайы жобалар жасалып жатыр. 5G интернетін жоспар бойынша қыркүйек айында іске қосу жоспарлануда. Мамандардың айтуынша 5G LTE байланысына қарағанда 10 есе жоғары. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2029 жылға қарай цифрлық технологиялардың экономикадағы үлесін 2 еседен астам ұлғайту керектігін айтқан болатын. Осыған орай мемлекеттік органдардың даму жоспарларында барлық қажетті іс-шаралар көрініс табу керек дейді өңір басшысы. Те обнадеживающие планы, которые обязательно будут реализованы. Шерхан Нұрханұлы, Темірлан Жамбылов, Қостанай телеарнасы.